сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен желі қолданушылары. Бір ел бір кітап республикалық акциясы елімізде 2007 жылдан бері 15 жыл бойы Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан Республикасының кітапханашылар қауымдастығының бастамасымен өткізіліп келеді. Акцияның мақсаты ұлттық әдебиетті насихаттау, тарихи, мәдени және рухани мұраны сақтау, жастарды адамгершілік патриоттық тәрбиеге тәрбиелеу, ана тілін құрметтеу. 2022 жылы ұлтымыздың ұлы ұстазы, қазақ ағартушысы, мемлекет қайраткері, лингвист ғалым, әдебиеттанушы, түркітанушы, ақын және аудармашы, қоғам қайраткері және саяси публицист, реформатор, Алаш партиясының мүшесі Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толып отыр. Биыл бір ел бір кітап республикалық акциясы Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми және әдеби шығармаларына арналады. 2022 жылы бір ел бір кітап акциясы бойынша еліміз Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларын келесі бағыттар бойынша зерттейтін болады. Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми мұрасы, әдеби шығармалары, қанатты сөздері, қазіргі ғылымдағы Байтұрсыновтану. Ахмет Байтұрсынов 1872 жылы Торғай уезінде, қазіргі Қостанай облысының Тосын болысында дүниеге келді. Ахмет Байтұрсыновқа 150 жыл толуына орай кітапханамыздың оқырман залында тіл білімінің атасы атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, оқырмандарға насихатталуда. Көрмемізде Ахмет Байтұрсынұлының Алматы қаласы 2013 жылы ел шежіресі баспасынан жарық көрген 6 томдық шығармалар жинағы орын алды. Бұл шығармалар жинағының топтамасында 40 мысал, маса жинақтары және Қазақстан бас ақыны әдебиет танытқыш атты іргелі ғылыми зерттеулері еніп отыр. Жинақ бұған дейін жарық көрген басылымдармен салыстырып, кезінде кеткен мәтін іздері кейіннен қателері түзетіліп, түпнұсқа бойынша түзетіліп, қалпына келтірілген. Ахмет Байтұрсынұлының шығармалық мұрасы тәуелсіздік кезіндегі қазақ ғылымына аса қажет екенін айқын. Кітап жалпы оқу орнының студенттері мен оқушыларына, ғалым зерттеушілерге, жалпы әдебиет сүйер қауымға арналған. Осымен қатар тіл мәселесін зерттеп жүрген ғалымдардың, ағартушы мамандардың, алаш көсемсөз қайнарларының тіл білімінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы туралы жазылған әдебиет басылымдары қойылды. Қазақ тілімен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам Ахмет Байтұрсынов.